Жаңа үйдегі жедел саты жұрттың жүрегін ұшырды. Алматыда тағы бір нысанның лифтісі төмен құлдилап, 4 адам ажал құша жаздады. Жоғарға көтеріліп бара жатқан жедел саты кенет жертөлеге бірақ түскен. Бұл оқыс оқиға пайдалануға берілгеніне бар жоғы 1 жыл болған үйде тіркелді. Есі шыққан халық қазір амалсыз 17-ші қабатқа дейін жаяу шығып түсіп жүр. Нұршида Айтбаева қазір лифтіге жақындауға да қорқады, себебі сенбіде жедел сатыға мінемін деп бір ажалдан қалыпты. 4 человека нас было взрослых. Ішінде 4 адам болдық. Жоғарға көтеріліп бара жатқанбыз. 6-шы қабатқа келгенде лифт төмен құлдилай жөнелді. Сосын жертөле мен 1-ші қабаттың ортасында тұрып қалды. Біз кабинадағы қоңырауды бастық, бірақ ол да істемейтін болып шықты. Әйтеуір санаулы минуттан соң лифт жертөлеге ақырын түскен. Жұрт мұнда көшіп келгелі жедел сатының мінсіз жұмыс істегенін көрмепті. Ылғи қорқынышты дыбыстар естіліп, кабинасы теңселіп тұрады екен. Кенет тоқтап қалуы да жиі тіркеледі. Мен өзім 3 баламен лифттің ішінде 5 рет, осы айда 5 рет мен қалдым. 40 минут біз күтеміз Алматы нені. Обязательно бір адам өлу керек па, или бір адаммен бірдеме болу керек па. Міне Ақтөбеде болып жатқан жағдай, Атырауда обязательно сондай болу керек па. Қазір балашаға 17-ші қабатқа дейін жаяу көтеріліп түсіп жүр. Жаңа үйдің өзге кем-кетігін айтпағанда лифтісі де ол баста сапасыз орнатылған дейді тұрғындар. Бірақ жауаптылар жедел сатының жиі бұзылуына керісінше тұрғындарды кінәлап отыр. Лифт – это технически сложное устройство, да? Лифт техникалық жағынан қиын құрылғы. Оның жұмысына түрлі жағдайлар әсер етеді. Мүмкін тұрғындар жиһаздарын ұқыпсыз кіргізіп, жедел сатының датчигін зақымдаған шығар, немесе қоқыс құмтырып қалған болуы мүмкін. Қазір лифт сол күйі жұмыс істеп тұр. Ал Ақтөбедегі тележүргізуші мен атыраулық қос жасөспірімнің қайғылы қазасынан кейін қаймығып қалған жұрт шамалары келгенше жаяу көтеріліп түсуде. Айта кетерлігі, тура 1 апта бұрын дәл осыған көршілес үйдегі жедел сатыда аяқ асты төмен құлдилап, зейнеткер мертігіп қалған еді. Содан соң мұндағы лифттер жаппай тексеріліпті. Оның қорытындысы енді жарияланбақ. Нұргүл Нұрланқызы, Ержан Еркінбеков, КТК, Алматы.